Аэропортта кері ұшарда барлық суреттер тексеріледі. Егер елді жағымсыз жағынан көрсететін фотолар болса, дереу түрмеге жібереді. Туристердің жағдайы осы, ал жергілікті халықтың жағдайы қандай? Оларға қандай тыйымдар салынады? Ол туралы алдағы уақытта білетін боласыз. Статистика бойынша Солтүстік Кореядан Оңтүстік Кореяға 60 жылда 23 мың адам қашқан. Оның тек 2-і ғана қайтып оралған. Және де Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның шекарасы әлемдегі ең қатты қорғалатын аймақ болып есептеледі. Оның ұзындығы 238 шаршы шақырымды құрайды. Корея тұрғыны үшін әдеттегі күн таңғы 6-да басталады. Бар болғаны 1-2 қасық жүгері ботқасы мен 1 тілім қара нанмен тамақтанып, жұмысқа